Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Microsoft Word символдармен, формулалармен жұмыс және PDF форматта қалай құжаттармен жұмыс жасауға болады. Символдар дегеніміз көптеген тексттердің ішінде кездесетін клавиатурада жоқ белгілер, яғни символдарды біз қайдан аламыз? Вставка мәзірінде символ деген бөлім бар, яғни белгі бар. Бассақ, осы жердегі клавиатурадағы жоқ символдардың барлығын табуға болады. Яғни символ, другие символы деген басқан кезде менде арнайы сұхбат терезе ашылады. Және бұл жерде мынау клавиатураның әріптері мен белгілерінен басқа түрлі латиницадағы математикалық формулалардағы белгішелер кездеседі. Яғни, егер маған мысал үшін параграфтың белгісі керек болса, яғни ол бізде жоқ, және текстің ішінде өте көп кездеседі. Міне мен вставить, закрыть деген команда бердім. Вставить, закрыть деген команда бердім, яғни параграф 1. Работа с текстом. Тағы да параграф қою керек болса, міне символ, параграф 2, таблицей деген сияқты қолдана беруге болады. Параграфтан басқа, мысал үшін, міне түрлі символдар бар. Арабский символы дейді. Міне осының қажеттілігіне қарай өздеріңіз қолданасыздар. Міне мынадай немесе мынадай белгі бар екен. Тағы да мына белгі мысал үшін кейде бір әріптердің арасында кездеседі. Сіздерге жақсы көріну үшін үлкенірек қылып қояйын ба? Бұлар кәдімгі әріптер сияқты. Үлкейтуге болады, кішірейтуге болады, жирный етіп қоюға болады. Тағы да вставка, символ. Міне мынадай белгі бар екен. Яғни менің ең соңғы қолданған символдарым мына жерге тізімге шығып тұрады. Егер бұл жерде жоқ болса, мен уже ана жақтан іздеймін. Міне символдардың түрін көрнекілік ретінде, әрлеу үшін де қолдануға болады. Клавиатурадан таппаған белгішелердің барлығын осы жақтан табуға болады. Бұны символдармен жұмыс деп айтамыз. Келесі бізде мынау көріп тұрғандарыңыздай уравнение деген тұр, яғни формула. Математикалық формулалар кездесіп жатады. Соны қалай тереміз? Вставка уравнение деген басам. Вставка уравнение деген басқан кезде менде арнайы мәзірдің қатарында конструктор деген белгі пайда болды. Яғни формулаларға арналған конструктор. Бұның ішінде міне бұл жерде де клавиатурада жоқ жаңағы математикалық белгішелер бар. Плюс-минус, шексіздіктің белгісі, тең емес, осындай да кездесіп жатады. Сонан соң мынау белгі өте жиі кездеседі. Және де міне мынадай. Сонымен қатар клавиатурада жоқ альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон, осының барлығы осы конструктордың ішінде орналасқан. Мю, пи, ро, яғни арнайы математикалық формулаларға арналған. Бұлардан басқа мынау тұрғанның барлығы формулалардың теруге арналған арнайы белгішелер болып табылады. Дробь, бөлшек ашқан кезде бөлшектердің түрлері. Міне бөлшек, міне бөлшек, мына бөлшек. Яғни кейде мәтіннің арасында бұлай да кездесіп жатады. 2 бөлу 3 немесе 4, 5 әріптермен беріліп жатады. Индекс, мынау бізде дәреже. Мынау бізде астына индексі, мынау астына үстіне. Яғни 2-нің 5 дәрежесі,
x-тің индексі x2 және де мысалы үшін v мына жақта 2 индексінде де 2 деген сияқты жазуларды жазуға арналған. Бұдан басқа мына жағында кездесетіндер де болады екен. Міне мынау тұр мысалы. Сол сияқты радикал дейді. Бұл бізде түбір. Қазір мен бір мысал көрсетемін. Интеграл бізде бір интеграл, екілік интеграл, үштік интеграл, анықталған, анықталмаған, в общем, математикадағы бүкіл интегралдың түрі бар бұл жерде. Операторы, крупный оператор дейді. Мынау бізде қосындының белгісі, мынау көбейтіндінің белгісі, сол сияқты тоже математикалық белгішелер. Жақша, қарапайым жақша, тік жақша, жүйелі жақша, бір жақшаның ішінде мынадай жазуы бар деген барлығы осының ішінде. Тригонометриялық функциялар косинус, синус дәрежесінде дегеннің барлығы. Диакратикалық знактар, яғни мынау міне сызықтың үстінде мынадай белгіше бар. Сызықтың объектінің үстінде мынадай жаңағы. Математикада тоже көп қолданылады. Мынадай, не қараңыздар. Мына жерде мысалы үшін 2 немесе қандай да бір әріп, немесе қандай да бір мынадай әріп деген сияқты. Келесі логарифмдер және шектер. Максимум, минимум, лимит деп жазылады. Келесіде операторлар. Уже міне стрелкалар, біреулік, екеулік стрелка төбесінде оператор математиканың және де соңғысы ол бізде матрица, екілік матрица, бір баған, бір жол, екі жол, бір баған деген сияқты бүкіл матрицалардың түрлері. Енді бір мысал қарастырайық. Мына жерде мен күрделілеу бір өрнекті таптым, осыны сіздерге жазып көрсетейін. Яғни бастап ставка, уравнение. Конструктор ашылды. Енді мына жерде бізде алдымен y тең бөлшек алымында түбір. Түбірдің алдында 3 дәрежесі бар. Яғни мынадай түбір алам. Бұл жерде 3, мынаның ішінде a плюс b. Міне мен бөлшектің алымын жаздым. Астыңғы жағында бөлімінде бізде интеграл және ол анықталған интеграл. Демек 1, мұнда 2, синус x dx. Қасына жазамын. Так, міне